Assalamu alaikum, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін жеңіл әрі тез жасалатын өте дәмді министерский салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге асылған ет, қияр, жұмыртқа, майонез және бір дана пияз қажет болады. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Табамызды қыздырып, 1-2 ас қасық су май құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Енді біз жұмыртқадан құймақ жасаймыз. Кішкене кесеге бір жұмыртқаны салып, шым-шым тұз саламыз және жақсылап араластырып, табамызға құйып, құймақ пісіреміз. 1 минуттай ұстаймыз. Одан кейін келесі бетіне ауыстырып пісіреміз. Барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Жұмыртқадан құймақ пісіріп алғаннан кейін етімізді ұзынша етіп тураймыз. Асылған етімізді турап салдық. Кейін қиярымызды дәл солай ұзынша етіп тураймыз. Кейін жұмыртқадан жасалған қимақтарымызды дәл солай ұзынша етіп турап саламыз. Біз ең астына жаңа қуырылған пиязымызды салып қойған болатынбыз. Салатымызға барлық қажет заттарын салдық. Енді шым-шым тұз салып, және 2 ас қасық майонез салып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді, жеңіл әрі тез жасалады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.